Сен өз адамдарыңа өздерің келіп мына жерде жатсыңдар ғой. Мына бүкіл грампартқа барсаңдар шында. Бүкіл бәрін аралап келатырмыз. Ұрысасыздар сіздер? Ұрысып жатқан жоқ. А неге агрессиямен нетватсыз? Мен просто заң. Просто рабочий субординация сізде жоқ болды бірінші. Біз клиентпіз. Сендерде рабочий субординация. Біз жұмыста емес. Сосын ценникта жаңа Қазақстанда шығарылған. Кімсіздер? Мысалы, Біз тұтынушымыз. Потребители. Тұтынушы деген түсінесіздер ме? Закон о защите. Тұтынушыға құжат керек емес қой. Құжаттар бар. Жоқ, любой клиент келіп телефонмен аты кірмейді ғой. Заң бойынша солай тұтынушы туралы заңды оқысаңыздар, сіздер адамдармен жұмыс істейсіздер. Мен міндетті емеспін сізге удостоверение. Шақырыңыз. Как понять? Этого должно хватить, ребята. Показывают нарушение закона. Шақырыңыз. Не қараңыз, өзіміз қазақтар осылай реакция жасайды. Охрана. Номер жазып бере қойыңызшы. Таласын салып берейін қазір. Максиммен сөйлесіңіздерші екен. Өзіміздің қазақтар осындай қарсы шығады. Енді сендерде қарасаң бәрі қазақ орысша. Не болып жатыр? Мұнда жүріңізші көрсетейін мен сізге. Сіз күзетте істейсіз ғой осында. Мұнда тұтынушылар туралы заңның 21-ші бабы бойынша мемлекеттік тілде қазақ тілінде ақпарат болу керек. Мұнда ақпарат жоқ. Біз сол бойынша мұнда сатушыларға айтып жатырмыз. Түсініп жатсыздар ма? Сіздер қайда шығарып тұрсыздар, мен айттым, удостоверениені көрсетіңіз. Удостоверение көрсетуге міндетті емеспін. Міндет емеспін мен сізге. Біз тұтынушымыз, біз тұтынушы. Мен полицияға ғана көрсетемін. Мені түсіріп тұрасыз еще, иә? Сіз жұмыс орындасыз ғой. Прямой эфир ғой. Кесін. Жоқ, кімсіз сіз прямой эфирға мені түсіретін? Жоқ, біз заңды бұзылғанын түсіріп отырмыз. Жоқ, неге онда сендер А сіз осы заң бұнда жорғын. Қараш қалай? Агрессиямен келіп, Жоқ, ана жақта бәрі жазылып тұр. Агрессия қазір сізден болып тұр ғой. Агрессия бірінші сізден басталды. Агрессия сізден болып тұр ғой. Сіздерде басталды агрессия. Біз нормально түсіндіріп жатырмыз. ер адамдар салмақты сөйлей алмайды. Неге ер адамдар сөйлей алмайды? Жаргонмен сөйлеп тұрсыз ғой? Қандай жаргон? Боқтадың ба? Обязательно Боқтадың ба сіздерді? Менде тікелей эфир болып жатыр. маған бәрібір. Маған да бәрібір өйтіп сөйлеме маған. Неге онда агрессиямен А немене өзің агрессиямен? Сен агрессиямен сөйлесең мен қалай өзің сөйлеймін? бастадың ғой? Өзің бастадың, мен саған дұрыстап нормально айтып отырсам. Қайда дәптер қайда сендер? Жігітсіздер, иә, ұялмайсыздар. Сендер өздері ұялмайсыздар. Сіздер ұялмайсыздар ма? Намыс қайда? Қазақша ақпарат қайда? Мемлекет қандай? Мемлекеттік тіл қандай? Тыңдап тұрмын. Көрнекті ақпарат деген түсінесіз ба? Мына баға көрсеткіші мемлекеттік тілде болу керек. Ау, мен орысша түсінбеймін. Мен құқығым шектеліп тұр. Тұтынушы ретінде. Мен тұтынушымын, мен мұнда тауар сатып алуға келдім, мұнда бәрі орысша. Мен түсінбей жатырмын, мынау не екенін түсінбеймін. Оқиын десем орысша бәрі. Қалай, мен не істеуім керекпін? Айтып түсіндіріңізші. Енді ол товар солай келсе, қалай солай келді? Заң бойынша мен сізге түсіндіріп жатырмын. Тұтынушылар туралы заңның, тіл туралы заңның 21-ші бабы бойынша мемлекеттік тілде болу керек. Мен түсінбей жатырмын, мынау қандай тауар? Мұнда бәрі орысша. Мен орысша түсінбейтін азаматпын өзім. Соны айтып түсіндірсеңізші, мына сатушыларға айтып түсіндірсеңізші. айқай шусыз жаймен болады. Жоқ, айқай шу өздері шығарып жатыр ғой. Сыртта ана кісі отыр. Қайсы кісі?